Саламатсыздар ма? Менің есімім Диана, мен YouTube каналыма қош келіпсіздер. Бүгін біз сіздермен осындай қарапайым және дәмді болатын жүгері және бидай қосылған көже дайындаймыз. Алдымен 300 грамм бидайымызды алып, ішінен тас пен күрмегін тазалаймыз. Міне бидайымызды жақсылап тазалап алдық. Үстінен жүгерімізді салып, жүгеріні тазалаймыз. Үстінен мұздай суды құйып, кемінде 5-6 рет шайып тастаймыз. Міне дәндеріміз таза болды. Енді бір ыдысымызға салып, үстінен мұздай суды құйып, қақпағын жауып, бір түнге қалдырамыз жібітіп. Маған сол жолы ыңғайлы. Себебі ертесі күн қайнағанда тез жарылып, тез піседі дәндеріміз. Мына мұздай суды құйып, қақпағын жауып алып қоямыз. Бір түнге қалдырмасаңыздар, кемінде 4 сағат бидайымыз осындай жібу қажет. Міне ертесі күн таңертең алдым. Міне көрсеңіздер болады. Бидайымыз бен жүгеріміз жібіген. Міне бір-екеуін кәдімгідей қолмен жарып көріп жатырмын. Міне осылай жұмсаған. Жүгерімізді қазір жарып көремін. Міне бассаңыздар кәдімгідей жұмсаған. Суымызды төгіп тастаймыз. Дәндерімізді қазанға салдық. Менде міне 500 грамм, жалпы дән 500 грамм болды. 500 грамм дәнге мен 5 литр су қосып қайнаттым. 2 литрлік банкамен өлшедім. Қазаным 8 литрлік қазан. Міне қақпағын жауып, жоғарғы отты, алдымен жоғарғы отты қыламыз. Көжеміз қайнап шыққан соң отты төмендетеміз. Ең төменгі отта 2 сағат қайнатамыз. Міне менде 2 сағаттан кейін қайнап шықты. Жүгері мен бидайымыз жарылған, суымыз да ағарды. Демек, бұл деген көжеміз дайын. Қазандағы жарты массамызды осылай табағымызға алып салдым. Мен тек жартысына айран қаттым. Жартысын кейінде істесеңіздер де болады. Міне осылай тұз салдым. Жарты массасын өзіне менде 1 ас қасық тұз кетті. Сіздер дәмге қарай көресіздер. Қайнатып жатқанда тұз салмаңыздар, себебі жүгері мен бидай жақсылап жұмсамау мүмкін. Ең соңында салыңыздар. Енді бұның ішіне айран, сүзбе немесе құрт салсаңыздар да болады. Маған көбінесе осылай айран ұнайды, үйдің айраны. Айранды алдымен жақсылап өзіні қозғап аламыз, кейін үстінен көжеміздің аз-аздан суын құйып, ондай сұйықтатып аламыз. Көжемізге қоса бастадық. Аз-аздан қосып барамыз. Жақсылап қозғап алдық. Маған айран аз көрінді дәмге көргенде. Тағы да үстінен 200 мл айран қостым. Міне осылай көжеміз дайын. Енді үстінен мен райхан салдым. Сіздер дәмге қарай қосасыздар. Ұнататын адам бар, ұнатпайтын адам бар. Райханымызды да осылай ұсақтап турап аламыз. Көжемізге қосып, тағы да араластырамыз. Көжеміз дайын. Дәмге қарай қосасыздар. Мына кесенің өзіне әші бұрышты қостым. Себеп көжем балдар ішеді. Міне осындай қою, өте дәмді, жаздың күні ыстығында осылай шөлді басатын тағам. Сіздер де жасап көріңіздер. Маған осы жолы ыңғайлылау, жібітіп істеген. Сіздер де өздеріңіз көріңіздер, жасап көріңіздер. Өте дәмді және пайдалы тағам. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Диана. Видео ұнаған болса лайк басып, арнама жазылыңыздар. Сау болыңыздар.